Ая. Барып едің жайлауға, қарағайлы қойнауға, өзен көлді тауышы, керемет қой ойнауға, керемет қой ойнауға. Шауып тоймен көсіле, мерейімді өсіре, жазда атамның аулынан мініп қайттым бәсіре, мініп қайттым бәсіре. Бәсіре деген не? Бәсіре? Иә. Ая, сен білмеуші ме едің? Ол былай ғой. Атам маған, балам, мен саған бәсіреге тай беремін деген. Ол солай. Мінесің деді. Бәсіре. Әли, сен өзің не айтқаныңды түсіндің бе? Шынымды айтсам, жоқ. Мінесің деді бәсіре. Сәлем, балалар. Сәлем, Бибі. Бибі, сәлем. Бибі, бәсіре деген не? Естідім. Негізі, Әли, сен дұрыс бастадың. Бәсіре деген ол балаларға меншіктеген мал. Мал? Төрт түлікті жалпы халқымыз мал дейді. Я, мен білем. 4 түлік мал деп айтады. Дұрыс, Әли. Бәсіре беру халқымызда ертеден келе жатқан дәстүр. Үлкен кісілердің балаларына, немерелеріне атап беретін сыйы. Атаңның саған бәсіреге тай берем дегені осы. Яғни тай сыйлаймын дегені. Ол сыйлық. Тай? Мен оны мінемін бе? Әрине мінесің, Әли. Қалақай, менің тайым бар. Ал маған ше, маған сыйлық жоқ па? Саған да бар сыйлық. Ренжіме, Ая. Атаң мен әжең саған да сыйлық береді. Алақай, мен де сыйлық алам. Шауып таймен көсіле, мерейімді өсіре, жазда атамның аулынан мініп қайттым бәсіре, мініп қайттым бәсіре. Ая, көбелек, тоқта, мен оны ұстап алам. Қап, бәрібір ұстаймын. Ұшып кетті. Жүгір, Әли. Ұста. Ой. Басмай. Ай, түсінбедім. Бұл не? Мен қайдамын? Көбелек қайда? Мәссаған, қандай әдемі. Аға, не деген көп гүл, не деген әдемі гүлдер. Керемет. Я, керемет әдемі. Бұларды кім деген? Кім өсірдеген? Иістері қандай әдемі. Я. Әли, әне, көбелек ұшып барады. Әли, көбелек ұстатпады ма? Қу екен, ұстатпай қойды. Бибі, мына гүлдерді кім өсірген, сен білмеймісің? Білем. Атам өсірген шығар. Жоқ, Әли, атаң емес. Табиғат, дала өсірген. Табиғаттың өзі суретші. Айналаға қараңдаршы. Мына көз тоймас сұлулықты адам жасауы мүмкін бе? Мүмкін бе? Білмеймін. Әрине де мүмкін емес. Табиғатқа жетер суретші жоқ, балалар. Әр гүлдің өзіне тән атауы бар. Қандай ғажап, керемет қой. Бибі, мына гүлдің аты не? Бұл лала гүл. Лала гүл. Ал мынау ше? Иә. Бұл шұғынық деген гүл. Шұғынық? Қандай қызық. Бибі,
Мына гүлше әдемі екен. Бұл бөрте гүл. Бөрте гүл? Керемет. Бұл табиғаттың кереметі. Ал гүлдер қуаныштың, адалдықтың, бейбіт өмірдің, шаттықтың белгісі. Көңіліңді жадыратып, сергітеді. Табиғат бізді қуантады ғой сонда. Қандай қызық. Түсіндім. Әкем анама ылғи да гүл сыйлайды. Әкем анама гүл сыйлаған кезде анашым мәз боп қуанады. Сонда әкем анашыма гүлмен бірге қуаныш сыйлайды екен ғой, Дұрыс айтасыңдар, балалар. Дұрыс. Жақын адамыңа қуаныш, шаттық сыйлағың келсе, оған гүл сыйла. Демек? Яли, Демек? не ойладың? Ая, сен құлағыңды жауып тұршы. Мен бейбіден бір нәрсе сұрап алайын. Өтінемін, Ая. Жарайды, сұрай ғой, тек тез сұра, жарай ма? Бейбі, мен Аяға гүл сыйласам бола ма? Әрине болады. Ол азаматқа жарасатын іс. Гүл сыйлағаның өте жақсы. Түсіндім. Рахмет, Бейбі. Хей! Ая, құлағыңды аша бер. Жарайды. Гүлдер, гүлдер, көп гүлдер, қызыл гүлдер, көп гүлдер, жайнар кезім келді деп, қанаттарың желбіреп, таңмен бірге оянып, күн нұрына боянып, өрік бердің далаға, тұра берші ырғалып, тұра берші нұрланып. Ая, мынау саған. Маған? Не үшін? Жай, әшейін, көңілің көтерілсін деп. Ала ғой. Ал. Қандай әдемі, иісі қандай әдемі. Маған ұнайды. Рахмет, аға. Оқасы жоқ, Ая. Қалай? Көңілің көтерілді ме? Аға, қатты қуанып тұрмын. Ая, сен қуанғансың, мен де қуанып тұрған сияқтымын. Аға, ата мен әжеге де гүл сыйлайықшы, олар да қуанып шаттансын. О, табылған ақыл. Ендеше бұлай болсын. Гүлдерді мен әжеме деп жинайын. Ал сен атама деп жина. Келістік пе? Келістік, аға. Дала гүлі, лала гүл, жанға жұпар бола біл. Гүл төресі шұғынып, қалдым қайда тұғылып. Көз тартатын бірте гүл, ербезденген ерке гүл. Біз сендерді жинаймыз, үлкендерге сыйлаймыз. Көз тартатын бірте гүл, ербезденген ерке гүл. Біз сендерді жинаймыз, үлкендерге сыйлаймыз. Әже, мынау сізге. Рахмет, құлыным. Өркенің өссін, қандай әдемі гүлдер. Мынау сізге. Рахмет, алтыным. Бақытты бол, айналайын. Ақылдарыңнан айналайын. Азамат болды деген осы. Ата, әже, біз сіздерді қатты жақсы көреміз. Құлындар, Көңілдеріңіз әрқашан көтеріңкі болсын. рахмет сендер. Алтындарым менің.